Men özüm Türkiye'nin İstanbul kalasında tuğuldum. İstanbul Üniversitesi'nde tarih salasında bilim aldım. Benim argatalarım Шығыс Қазақстан, Markagöl mağında ömür sürgen eken. Keyingi asırlarda atap aytkanda 19. asırlarda Kıtay jakka ötken atalarımız. 52'den bugün 2017 sol 65 yılda Kazağımız ösüp öngüp bugün Türkiye'mizin özünde 20 mыңga жуық қазақтарымız var. Енді Құдайға шүкір, Türkiye шетел қазақтары ішінде en бақытты диаспора ömür sürеді деп айта аламыз. Өйткені Türkiye бауырлас ел. Türkiye bu жақта қазақтардың ұлттық мәдениетіне ешқандай кедергі жасамайды. Қазақстанға барып келуіне де кедергі жоқ. Тіпті оны қолдап қостап отыр. Biz бүгінгі таңда тәуелсіз Қазақстан менен Türkiye arasındağı dostluk bağlantısının жоғары деңгейде болуuna аса қуаныштамыз. Men özüm tarihçi retinde Қазақстан tarihini bunda okutup Қазақстан tarihini Türk жастарына үйретіп жатырмын. Жастар менен жұмыс істегенді жақсы көретінім. Men оларды баладарымдай көремін. Benim 3 kızım, 1 oğlum var. Bugünün жастары ертеңгінің ересектері дейді. Yani ертең қоғамды бұлар толтырады. Men özüm tarihçi retinde Қазақстан tarihini bunda okutup Қазақстан tarihini Türk жастарына үйретіп жатырмын. Сондықтан biz atalarımız maqsadına жетті. Atalarımız сонау Қытайдан үдере көшкенде ұрпағымыз тілін, дінін сақтасын, ұмытып кетпесін деген мақсатта осында көшіп келіп еді. Ғалым болғаннан кейін тарих саласында мен Қазақстанға жиі барып тұрамын. Айына 1 рет сол Қазақстанға баруға тура келеді. Sonda men Эйр Астаны менен ұшамын. Эйр Астаны менен ұшқандың өзі бізге ерекше әсер етеді. Ең негізгісі бізге әсер ететіні сол ұшақтың бортында біздің қазақтың күйлері. Эйр Астана әлемдік деңгейде сапада қызмет көрсетіп отырғаны үшін де мақтанамыз.